Киви бұл көптеген дәм мен денсаулыққа пайдасы бар кішкентай жемістер. Олардың жасыл еті тәтті және ащы. Ол сондай-ақ С дәрумені, К дәрумені, Е дәрумені, кальций, фолий қышқылы және калий сияқты қоректік заттарға толы. Олар сондай-ақ көптеген антиоксиданттарға ие және талшықтың жақсы көзі болып табылады. Олардың кішкентай қара тұқымдары бұлыңғыр қоңыр қабығы сияқты жеуге жарамды, бірақ көпшілігі кивиді жемес бұрын қабығын ашуды жөн көреді. Апельсин мен лимонға қарағанда кивидің құрамында С дәрумені өте көп, ал олар жүрек аурулары мен артериялық қысымға қарсы көмектеседі. Сонымен қатар кивидің 100 граммында небәрі 60 калория бар, сондықтан бұл жемісті диета ұстайтын адамдар көп тұтынады. Норвегиялық ғалымдар кивимен майлы қышқылдар мен тамырдағы қан ұйығын кетіруге болатынын айтады. Күніне 2-3 киви жесеңіз, бір айдан соң нәтижесіне көз жеткізесіз. Қаныңыздағы май мөлшері 15%-ға төмендейді. Қан құрамындағы тығыздығы төмен липопротеидтердің азаюына жақсы көмектеседі, ал бұл атеросклероздың, жүрек қан тамыр ауруларының және қантты диабеттің алдын алуға көмектеседі. Сонымен қатар Осло университетінің зерттеуші ғалымдары бұл әсерлер жүрек денсаулығын жақсарту үшін аспириннің күнделікті дозасына ұқсас екенін айтты. Көптеген адамдар үшін киви жемісін жеу қауіпсіз деп саналады, бірақ кейбір жағдайларда киви жемісі аллергия тудырып жатады. Сондықтан аллергиясы бар адамдар мұқият қолдану керек. Киви аллергиясының белгілері: тамақтан қышуы, тілдің ісінуі, жұтынудың қиындауы, құсу және есек жем. Фундуққа, авокадоға, латекске, бидайға, інжірге немесе көкнәр тұқымдарына аллергияңыз болса, кивиге аллергия қаупі артады. Сирек жағдайларда киви қанның ұйуын баяулатып, ағзадан қан кетуді арттырады. Бұл қан кету бұзылыстарының ауырлығын арттыруы мүмкін. Егер сізде қан кету бұзылса немесе ота жасағыңыз келсе, киви жеуден аулақ болыңыз. Құрметті достар, видео ұнаған болса лайк басып, коммент қалдырыңыз. Каналға тіркелмеген болсаңыз тіркелуіңізді сұраймын. Мені қолдағаныңызға мың алғыс.